Баршаңызға сәлем, гүлдер әлемі каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода дәл осы панданус гүлінің күтімі туралы айтамын. Бір көрерменім өтініш қылған екен. Осы гүлдің күтімі сіздің каналыңызда жоқ деп. Панданусты қалай күтіп баптаймыз? Панданустың қандай қасиеттері бар және де топырағы қандай болады, көбеюі қандай болады, қалай суғарамыз, барлығын осы видеода айтамын. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Каналда көптеген пайдалы видеолар бар және түрлі гүлдердің күтімдері туралы видеолар бар. Ашып көрсеңіздер болады. Панданусты көп жерде пальма деп те атайды екен, және жаңағы хлорофитум, кәдімгі өзіміздің хлорофитум гүлі бар ғой, дәл соған да ұқсатады. Бірақ бұл хлорофитумнан ерекшелігі бұның жапырақтарында жиегінде тікен болады. Кәдімгідей әжептәуір адамды жырып, жақындасаңыз қолыңызды, басқа жерлеріңізді сырып кететіндей тікені болады. Панданустар бұлар өте биік болып өседі. Кәдімгі пальма секілді астыңғы жапырақтары қураған кезде олар жоғары қарай өсе береді. Сол қураған сабағы жаңағы жалаңаштанып қалады да жоғары қарай әдемі жақсы кәдімгі қанық жасыл болып өседі. Басқа да түрлері бар. Сары, ақ, жолақ түскен түрлері бар. Сорттары әртүрлі болады және де қатты көп сорты бар деп айта алмаймын. Бірақ кейбір сорттары атроска шығарады, ал кейбір сорттары атроска бермейді. Тек қана өзі өсіп кете береді. Ұзындығы қатты ұзын болған соншалықты кейде үйдің потологына шейін өседі. Барлық гүлдер секілді пандануста жарықта жақсы өседі. Жақсы дамиды, жарықты қатты жақсы қажет етеді. Бірақ тікелей күннің көзіне қоюға болмайды, себебі жапырақтары күйіп қалады. Жарық бөлмеде өссе, кәдімгі жапырақтары қанық жасыл болады. Егер де сіздің гүліңізге жарық жеткіліксіз болса, жапырақтары нәзіктеліп, жасыл түсті жапырағы ақшыл жасылға айланып кетеді. Сол үшін кәдімгі жарық бөлмеге қойсаңыздар, және де бұл пальма секілді болып өскендіктен өсе келе ол уже терезенің алдына да симай қалады. Сол себептен бір орынды жақсылап осыған дайындап өсірсеңіз болады. Және де панданусты бір апта сайын дейш, апта сайын мысалы терезеден жарық түсетін жаққа қарай сол жақтың жапырақтары қалың және қанық болады. Ал келесі артқы жағы, жарықтан келесі жағы, ол жағы уже сиректеу болып қалады. Сол себептен не болмаса жарық қаяқтан түсіп тұр, сол жақ қарай иіліп кетуі мүмкін да панданус. Сол себептен айландырып отырғаныңыз дұрыс. Пальма сияқты болып өскендіктен жан-жандағы жапырақтары бәрі бір келкі болып өскені дұрыс болады. Бір апта былай қарап тұрса, бір апта былай қарай айландырып қойыңыз. Панданусты мысалы көктем айларынан бастап күзге дейін, осы қазан айына дейін түрлі тыңайтқыштар беріп тыңайтсаңыздар болады. Және тар горшокта әрине жақсы өседі. Панданустың жан-жанынан астындағы жапырақтар, айттым ғой, өсу процесінде жоғары қарай жапырақ аша береді да, астындағы ескі қартайған жапырақтары қурап түсе береді. Сол себептен жан-жандарынан әр жапырақтың түбінен бұда ауада тамыр пайда болады. Ол тамырды қатты топыраққа көмудің қажеті жоқ. Ол солай тұра береді, одан ешқандай гүлге зиян келмейді. Одан қорықпасаңыздар да болады. Және де панданустың жаңағы көбею жолын дедім ғой, көбею жолы кейбір панданустар жанынан, астынан атроска береді. Сол атросканы үзіп, кесіп алып, сол жерге активированный угольді жағып, не топыраққа, не суға тамырлатып алсаңыздар болады. Өте жақсы, тез тамырлайды. Және де суғару әдісін айтайын. Суғару әдісі панданустардың топырағының беткі жағы 1-2 сантиметр кепкеннен кейін суғарсаңыздар болады. Қатты топырақтың кеуіп кеткенін ұнатпайды. Астыңғы жағы, түп жағы үнемі ылғал болып тұрғанды ұнатады.
ылғалды жақсы көреді, әрине су шашып тұрғанды жақсы көреді. Далада өсірсеңіздер де болады. Ылғал беремін деп гүлге жапыраққа су шашқан кезде ортадағы розеткасында су тұрып қалмасын. Егер де су тұрып қалатын болса, сол жерден шіруі мүмкін. Соған абай болыңыздар, және су құйған кезде де соған абай болсаңыздар. Егер де сіздің панданусыңыз жасыл түсін, қара жасыл түсін жоғалтып жатса, демек оған күн жетіспегендігі. Егер де оның жапырақтарында қара точкалар, дақтар пайда болатын болса, қураған секілді қоңыр дақтар, ол демек сіздің панданусыңыз күнге қатты жақын тұр деген сөз. Күннің көзінен күйіп жатыр. Не болмаса ұштары сарғайып, ұштары қарайып жатса, оған ылғалдылық жетпей жатыр. Ылғал жерде жақсы өседі ғой. Ылғалдылық жетпей жатқан кезде сол жапырақтарының ұштарын қарайтады. Панданусты жаңағы отросткаларды кесіп алсаңыздар, не болмаса жасарту әдісін жасап кесіп алатын болсаңыздар, дәл жаңағы розеткадан кесесіздер ғой, сол розеткадан кескеннен кейін сол жерге активированный уголь, не болмаса жаңағы корица сеуіп қойсаңыздар болады. Айтып өткенімдей, суға да, топыраққа да тамырлатуға болады. Топырағы кәдімгі жаңағы осындай пальмаларға арналған топырақтар жарай береді. Қатты топырақ талғайды деп айта алмаймын. Главный топырағыңыз жақсы жеңіл, суды жақсы соратын, ауаны жақсы өткізетін жеңіл болса болғаны. Енді панданустар, егер де сіздікі үлкен болатын болса, жасы үлкен 2-3 жылдық панданус болатын болса, оны қайта-қайта пересадка жасаудың қажеті жоқ. Беткі жағындағы топырағын, ескірген топырағын кішкене қопсытып, төгіп алып тастап, сол жерге қайтадан жаңа топырақ сеуіп, толтырып, орнын толтырып қойсаңыз болады. Егер де дәл осындай кішкентай жас панданус болатын болса, жылына 1 рет пересадка жасасаңыз болады. Егер де судан қатты шөлдетіп жіберетін болсаңыздар да, жаңағыдай жапырағының ұшы сарғайып, не болмаса қурап бастайды. Ылғалдылықты көбейтетін тәсілін айтайын. Кәдімгі қасына бір ыдысқа су құйып қойсаңыздар болады. Әсіресе жаздың күндері. Себебі жаздың күндері күн ыстық болады. Жаңағы су құйып қойған суыңыз ауаға буланып ұшып, сол жердегі ылғалдылықты сақтап тұратын болады. Панданустың бір жақсы жері, гүлдің күтімін онша білмейтін адамдар алып өсіріп бақса болады. Ешқандай қатты капризный гүл емес. Онша-мұнша стресске түсе бермейді. Әрине жаңағы пересадка жасағанда кішкене стресске түсуі мүмкін. Онда да абайлап, қатты тамырын ашпай әдемілеп жасасаңыздар, қатты стресске түспейді. Және де бір жақсы жері, панданустың бұл үйдегі ауаны тазартып тұрады, кислород бөліп, жапырағы үзіліп, не болмаса жаңағы балалар аузына салып қоятындай жағдай болса, ол кезде ешқандай улы зат жоқ жапырағында. Мысалы, бізде үйде көпінше өсіретін гүлдеріміздің жапырағынан улы сондай сұйықтық бөлінеді. Пандануста ондай қатты улы еш нәрсе жоқ. Қорықпасаңыздар болады. Тек қана сол жапырағының жиегіндегі тікендері кішкене ары-бері қимылдағанда, ұстағанда бір жерлеріңізді жырып кетуі мүмкін, бірақ оншалықты қатты зияны жоқ. Тағы не айтамыз панданус туралы? Егер де түсінбеген жерлеріңіз болса, маған комментарияға жазсаңыздар болады. Бүгінгі видео пайдалы болса, каналға тіркеліп алыңыздар.